Құрметті көрермендер, оқырмандардан бір бейне жазба келіп түсті. Мәлімет бойынша 2026 жылдың 22 ақпанында Қарағанды қаласында каратэден турнир өткен. Қазақстанның әнұраны орындалған сәт түсірілген. Бейне жазбада сапта тұрған бір әйел әнұраны орындалып жатқан кезде қолын жүрек тұсына қоймай телефон қарап тұрғаны байқалады. Мемлекеттік рәміздерге құрмет көрсету әр азаматтың парызы деп ойлаймын. Осындай жағдайлар қоғамда сұрақтар тудырады. Мемлекеттік рәміздерге құрметсіздік көрсетуге қатысты заң талаптары бар, алайда мұндай әрекеттерге қолданылатын жауапкершілік қатаң әрі нақты болу керек деп санаймын. Мемлекетіміздің рәміздері жай ғана символ емес, ол еліміздің тәуелсіздігі мен бірлігінің белгісі. Рәміздерге құрметсіздік танытылған жағдайларда жауапкершілікті күшейту мәселесінде қарастыру қажет деп ойлаймын. Видеоға назар аударыңыздар. Гимн ойнаған кезде құрмет көрсетпей кәсіби телефон шығып тұрған болады, Состоится собрание под руководством Сигана. Никто никуда не уезжает. Жалпы көреміз, кешірім сұраймын, сұрамай ма? Адам көп мына жерде. Жаңа ағамызбен келдік, ағамыз кәдімгідей түсіндіріп кетті. Мен ана кісілерге барып жаңағыны айттым, бірақ ол неге сапқа тұрады, қазір жабыққанда гимн ойнаса шығып, әнұранмен бізде халық сияқты көтеріліп, жүрекке қолын қойып, халық сияқты тұрсын деп, жабылған кезде гимн ойнамайды деді. Сосын өзіміз оған бір шара қолданамыз деді. Телефонды алған жоқ, бірақ өтірік сияқты сенбеймін мен. Сол халқым. Жоқ, менің ойыммен де о жерде таза қорламай-ақ ана саптан шығып кетсе болды ғой, енді масқара ғой енді ол. Оны оған ешкім нетіп жатқан жоқ енді. Әдейі мен Қазақстанды мойындамаймын дегендей, дүниежүзі мойындап тұр ғой енді, дүниежүзі мойындап тұр ғой енді. Біз әлі қанша ананың астына операцияда біз әлі барған жоқпыз ғой. Заңды түрде біз егеменді Қазақстанбыз. Енді Талатайын шара қолданамыз еді ғой, жалпы енді соған сенейік. Жақсы, жақсы. Сенейік.